оказывается, адамның қартайғаны ол даже орган емес екен, ешқандай орган емес, ешқандай кожа емес екен, именно сосуд екен. Тибетте по твоим сосудам определяет твой биологический возраст. Ни по печени, ни по почкам, ни по волосам, ни по коже, ни по РНК-ДНК. Именно по состоянию сосудов. Если у тебя сосуды керемет, значит, сенің денсаулығың керемет екен. Представляете? Поэтому очень много фактов қазір таңда денсаулық туралы айта берсек. Енді жақсы көретін, өзім күшті жаңа сосудқа байланысты айтып атқаным мына L-аргинин. L-аргинин бұл енді королева аминокислот. Это доказательная жаңағы медицина. 98 жылы 3 физиолог Нобелевский премия алған по открытию моноксид азота. То есть бұл сигнальная молекула болып шықты. Мына L-аргинин. L-аргинин біздің ағзамызға 30 жастан кейін өз-өзімен вырабатываться етпейді. Сондықтан бұл L-аргининді біз извне қабылдау керекпіз. Және де ол усваиваться ететін болады екен, усваиваться етпейтін болады екен. Сондықтан L-аргинин, біздің L-аргинин бірінші өзінің сапасы өте жоғары капсула. Екіншіден, бұл L-аргинин не жасайды? Бұл қан тамырларды қалпына келтіреді. Екіншіден, бұл L-аргинин қан тамырларды расслаблять етеді. Қат қалған, эластичный болмай қалады қан тамырлар, қат қалған тамырлар олар жарылайын, тесілейін деп тұрған тамырларға екінші өмір береді екен L-аргинин. Сондықтан күнделікті профилактикаға ауырсаңыз да, ауырмасаңыз да күніне 3 капсула ішу керек надан. Таңертең, түсте, кешке обязательно. Потому что қан тамырларыңыз сіздің ағзаңыздың ресурсыңызды определять етеді екен. Тибетте врачтар сөйтіп определяет. Сондықтан мына L-аргинин бұл также прямое назначение жировой гепатоз, желчекаменная болезнь, жаңағы все проблемы желез внутренней секреции. То есть это щитовидная железа, это гипофиз, это щитовидка, это молочная железа, это поджелудочная железа, это надпочечники, это эрекция для мужчин. Кстати, на L-аргинин полностью заменяет Виагру. Виагра, она имеет побочный эффект, а L-аргинин не имеет побочный эффект. Понимаете? L-аргинин прямое назначение, у кого проблемы с эрекцией, у кого пониженная либидо. L-аргининді ішіңіздеш, әйел заттар, ер азаматтар, потенциядан, пожалуйста, мне қазір көп проблемдер бар. Көп азаматтарда потенция өте слабая. А потенция слабая, все, значит, кровоток нарушен деген сөз. А L-аргинин егер ішетін болсаңыздар, бұл кәдімгідей Виагра сияқты. Енді шикарный продукт, бұл самый любимый продукт деп айтуға болады. L-аргинин бас ауырды ма, гипоксия болды ма, миға жаңа кислород бармай жатыр ма? Бізде сондай күшті история болды. Тіркеліп отырыңыздар, репост жасап отырыңыздар, я? Бағасы 16 мың теңге. 16 мың теңге 60 капсул бар. Бұл, мысалы, 3 капсуладан мына өзі күніне 3 капсула қабылдасаңыз, балаларға бола ма? Болады. Балаларға болады, және балаларға нужно. Оны қалай істейміз? Капсуланы суға араластырып бере салуға болады. Глотать, если может, балаға прямое назначение. Балаларыңыз айтайын ба сіздерге, аутизм болмайды, ДЦП болмайды. Потому что кровообращение восстанавливается. Кровообращение күшті баста дұрыс қан айналым болған кезде новые нейроновые связи появляются. Понимаете? Это профилактика деменции, аутизма, Паркинсона, профилактика. Қазір адамдар бізде 60 жасқа емес, 50 жасқа келмей алжып жатыр, білесіздер ма? Бұрын ондай жоқ болатын, түсінесіздер ма? Бұрын ондай болмаған. Қазір деменция деген как бич, аутизм деген как бич. Аутизм естерге айтайын, оның причинасы просто ағзадағы алюминий, мидағы. Вот представляете? А оны вывести невозможно. Вот как раз таки вот посредством біздің протокол арқылы можно вывести вот эти вот все тяжелые металлы. Естественно, оған уақыт керек, конечно, 1 жыл керек па. Енді аутизм вообще не лечится деп айтады. На самом деле, бұл жерде мен сіздерге айтайын. Бұл реальная, мощная поддержка для таких детей. Для особых, для таких солнечных детей. Қандай бала болмасын, егер де денсаулығында ақау бар ма, мына протокол енді таптырмайтын
мүмкіндік, көмек мен сіздерге айтайын. Қазір таңда мен сіздерге айтайын, қорқытқым келіп тұрған жоқ, бірақ не болды? Мына жақта жаңа сен эрекция деп айттың ғой, соған бұл кісінің сұрағы болып тұр. Балаға эрекция жағынан қалай болады? Көз ер азаматтарға жақсы дедіңіз дейді. Иә, дұрыс айтасыз. Эрекция ол қай жерде воспалительный процесс болып тұр ғой, иә, сол жерде застой болады. Ол бәр жерін шырылдатып жүрмейді, қорықпаңыз. Ол застой тұрған, вообще по анатомии застой болып тұрады ғой ер азаматтарда. Ал жастарда застой болмайды. Олар жастар ғой, олардың қан айналымы ол жерде жақсы. Понимаете? Ал застой болатын ер азаматтар. Уже қазір 30-дан асқан ер азаматтарда уже сондай проблема. Солай ғой. Қазір бізге адамдар келеді, ер азаматтар уже ашық өздерінің проблемаларын айтады. Бізде ана жолы ойбай жақсы болды, жеңгең мәз деген әңгімелер көп еститін болдық. То есть ол проблема, ол күлкілі емес, ол ят емес, ол үлкен глобальный проблема. Поэтому қорқпаңыз. Мысалы, әйел адам ішетін болса, қай жерде воспалительный процесс, қай жерде застой бар, соған жұмыс жасайды. Ал застой жоқ жерде ол қатты қанды айналдырмайды. Түсінесіздер ғой, иә? То есть бұл аурудың тоже любой проблеманың причинасына жұмыс жасайды. Именно эллергия жайлы өзіңіз GPT чатқа кіріп көріңіз. Сосын бізде Петросян деген бар ғой. Петросян деген ученый бар. Қазақстанда туып өскен, қазір Россияда тұрады. Сол кісі мына эллергияны өте керемет қылып айтады. Потому что ол кісі ученый, иә, эллергия ер азаматтарға эрекцияға, әйел адамдарға либидоға, одан кейін у кого мастопатия әйел адамдарға, у кого миомы, у кого фиброз кеудеде, иә, рекомендуется эллергин вместе біздің протоколмен бірге. Протоколға қазір 8-9 өнім кіреді. Әр өнім өзінің жұмысын атқарады. Көп адамдар айтады, менде ақша жоқ, мен біреу-екеу алуға бола ма дейді. Әрине алуға болады, одан ештеңке болмайды. Тек қана жаңа профилактика болады, поддержка болады. Но егер де причинасын, бүкіл аурудың причинасын алып сағыңыз келсе, протоколды қабылдау